Мына бала әлі ұйықтап жатыр ма? Қорадағы малға қарасай, жұрттың балаларына қарасаң әуесің кетеді. Тұрса енді болды. Тағы бастадыңыз ба жұмыс? Бұл үйде ұйықтай алмайсың ше. Не деген бітпейтін мал ол. Сағытта. Алло. Алло, қалайсың? Жақсы, өзің? Жақсы. Жұмыс таптың, істейсің ба? Не жұмыс ол? Өткенде мал ұрлау емес па? Одан да табысты жұмыс. Әкім қылайын деп отырмын бәле. Мектептің директоры ма әлде? Жоғары табысты деген түсініп тұрсың ба? Сенің фантазияңда ол жоғары табысты деген қанша ақша? Айына 2 миллион жете ма? Неге жетпейді? Жетеді. Онда ертең кел қалаға. Жарайды, келістік. Oğlum, келдің ба? Я, анашым. Тамақ дайын ба? Дайын, кел. Қолыңды жуып кел. Қолымды жумайым, қарным аш. Балам, даладан келдің ғой, кір қолмен қалай тамақ ішесің? Бәрібір. Бәрібір деген нес, болмайды ондай бала. Анаң айтқан неғып тыңдамайсың сен, а? Саған қашан ескіреді? Бар жуып кел тез. Бар! Ержан, бала ғой. Неге сонша айқайлап? Ештеңе етпейді. Баланы осылай тәрбиелеу керек. Аяу, соңғы кезде ішім пысып жүр. Демалыс күні бір жаққа барып қайтайық. Қақа барамыз? Білмеймін. Давай астралға кіреміз. Астралға? Қойшы, мен ол жақтан қорқамын. Түсінбеймін, неге қорқасың? Жанында мен бармын ғой. Тіпті болмаса дәуренді аламыз. Білмеймін, көреріміз. Давай онда мама папамен кинотеатрға барамыз. Қойшы, олардың қолдары бос емес, азаннан кешке дейін жұмыста. Той, үнемі сол. Жұмыс. Бізге көңіл бөлмейді. Және, менде бір идея бар. Дай көрші достарымызды үйге шақырып ойнайымыз. Қандай ойын? Мысалы, мафия, уно, ойындар көп қой? Уно? Онда барлығына хабарлас. Мен бұл үйде тұрғым келмейді, кетем мен. Қыздар, бүгін үй жинайтын ойларың бар ма, жоқ па? Әди, бүгін үйді сен жинай салшы, ертең мен жинаймын. Қойшы, сіз ылғи сол айтасыз, бірақ мүлдем жинамайсыз. Алло? Жадыра, сәлем, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Бүгін қолың бос па? Я, бос қой. Онда біздің үйге келсенші. Көршілер болып біз ойын ойнайын деп жатырмыз. Жарайды. Мам, бүгін аяғым үйіне барсам бола ма? Мына үйде жинаңдар. Содан кейін Аделина екеуің бірге барасыңдар. Мам, бірге болған. Бірге барасыңдар. Басыңды қатырма.
Әйтпесе мүлдем бармай қойыңдар. Жарайды. Алло? Сәлем, Ақнар, қалайсың? Жақсы, өзің? Жақсы. Не істеп жатырсың? Дүкендемін. Қолың бос па? Я, боспын. Бүгін бізге келесің ба? Жарайды. Так, Ақнар шақырдым, Жадыран шақырдым. Так, кім шақыруға болады? Дәурен шақырайық. Дәуренді? Дәуренді не істейміз? Қыздардың арасында жалғыз ұл қылып. Жарайды. Шақырамын. Алло, Қалайсың, Дәурен? Бүгін біздің үйімізге жиналайын деп жатырмыз. үйге дейсің ба? Кел, жарайды ма? Жарайды. Маған да керек, үй еді ғой. О, кел, кір, Дәурен. Не болды? Қолында сөмке. Ата-анаңмен ренжісіп шығып кеткенсің бе? Солай сияқты ғой. Қыздармен әшейінде тіл тапса алмай, қит етсе жүріп тұрушың, мынауың не болды? Бір өзің, бесеуміздің ортамызда. Осындай кемді ата-анама білдіртпей-ақ қойыңдаршы. Мақұл ма? Онсыз да бір тамаққа бола әкемнен ұрыс естіп келе жатырмын. Оларға бала керек болмаса, олар да маған керек емес. Дәурен, қатты кеткен жоқсың ба? Өз ата-анаңа сыймасаң, кімнің үйіне сыясың? Қыздар, не болды? Енді келген Дәуренге барлықтарын тиісіп, жан-жақтан. Көңіл сыйса, бәрі сияды. Кел, Дәурен, кір. Айтпақшы, қарның аш емес пе? Аяулым, Дәуренге жаттай бастадың ба? Бізге де беретін бірдеңең бар ма? Аяулым, Жания, қазір ата-аналарың келіп қалмай ма? Қазір келіп қалып, ятты болып қалмаймыз ба? Емін-еркін отырып ойнауымызға уақыт бар ма? Әрине, олар келгенде де еш нәрсе демейді. Бәріміз өзіміз ғой. Дәурен ғана болмаса жігіттерден. Я, сондай. Бәріңізді бір үйдің баласындай болуға шақырамын. Я, Жания, бәріміз бір бауырмыз. Қойшы, несіне көп сөйлеп кеттік, өзіміз әкелген тәттілерден ауыз тиейікші. Үйіндегілер күні бойы тамақ бермей қойған ба? Аш қасқырдай тәтті жейік деп отсын ғой. Дәурен, сен сияқты әкемнен таяқ жеп, үйімнен қашып келген жоқпын. Аузыңды жап та тыныш отыр. Әйтпесе? Не әйтпесе, не істей аласың сен маған? Әлің тек қыздарға ғана жете ме? Жарайды. Не жарайды? Әлің тек қыздарға жете ме деп сұрадым ғой. Неге жауап бермедің? Достар, қойындарш болды. Ұрыс төбелестеріңді көру үшін шақырдыңдар ма? Қыздар, артық кетсем кешіріңдерші, одан да ана тәттілерді жейікші. Бәсе, бағанадан бері солай демейсің бе? Жоқ жерден шу шығармасың деп болмайды әйтеуір. Достар, бір ойнақта қызықты әрі қорқынышты болсын. Мен черный ящик деген ойынды білемін. Қалай қарайсыңдар? Қызық сияқты, мен келсем, тағы ойынға қосылатындар бар ма? Біраз қорқынышты екен, бірақ мен келісемін. Мен де келісемін. Ай бетпендеші, бастадым, енді қорқып отырмын. Әр ортада осындай қорқақ кертіртпі адам табылады екен. Ай, ай. Қасыңда адал саған қамқор жандар барда қорқпайды шығарсың. Сен бір өзің емес, қасыңда 5 адам болып ойнайын деп жатырмыз ғой. Бірақ құрбың өтініп тұрғанда бас тартпашы. Жарайды. Аяулым, ойынды бастау үшін қандай заттар керек? Айтпақшы, бізге қарамата мен жәшік керек. Жәшік дейсің бе? Сарайда жәшік болуы керек. Ал қарамата анамның бөлмесінде шкафта тұр. Оны қалай аламыз?
Қарамата менің үйімде бар. Бірақ менімен бірге кім барады? Менімен бірге мен барайын. Жана тістесіп, сөзге кеп қалып едіңдер ғой. Барып келем дегенше жылысып қалмаңдар. Мен бара салайын. Я, Дәурен, не ерлік сенікі? Қыздарды сөзбен шаққанда алдыңа жан салмайсың, енді келіп мен барып келейін деймісің? Қыздар, көп тұра бермейік. Ақнұрмен бірге Қараматаны алып келейін. Ал жадыра сендер жәшікті шығарып қоя беріңдер. Бізден бұрын келсеңдер күтіңдер бізді. Болды, күтеміз. Тедетіңдер, сендерді күтпегенде кімді күтеміз? Екеуміз бастап кетпейтін шығармыз ойынды. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Қызы ойын қоя алмайын деп тұр, я? Иә. Қаз мені күте тұр. Қайда кетіп бара жатсың? Мам, ойнауға барып келейін. Үйде жина. Ешқайда бармайсың. Мам. Ешқандайда. Дәурен, қыздар қайда салшы? Мен ойнай алмайтын сияқтымын. Жарайды да. Ойнамайтын болсақ, неге келдік? Мынау жәшік болады шығар, иә? Иә, болатын сияқтым. Осында қызықты ойындар ұйымдастырып тұрсақ болады екен ғой? Иә. Көмектесіңдер! Анау Дәурен емес па? Қайда кіріп бара жатыр? Көмектесіңдер! Ескі үйге кіріп бара жатқан сияқты. Онда ешкім тұрмайды ғой? Дәурен! Жүш! Көмектесіңдер! Көмектесіңдер! Дәурен, сен не істеп тұрсың бұл жерде? Іште біреу көмекке шақырып жатқан сияқты. Көмектесіңдер! Не істейсіңдер ма? Иә. Жүш, көрейікші. Әди сен күте тұр. Көмектесіңдер! Көмектесіңдер! Кім бар? Көмектесіңдер! Көмектесіңдер! Қалан келген ғой. Колонка екен ғой. Сонша қорқып кетсек? Иә. Дәурен, балам. Қайда кеткен? Дәурен, балам. Балам. Ержан, Дәурен кетіп қалыпты. Кешектерін жинап кетіп қалыпты. Не болды үйді басыңа көтер? Саған айтып тұрмын, Дәурен кетіп қалыпты. Киімдері де жоқ. Сен қандай әкесің? Қайда кетеді? Қандай әкесің, балаға деген жауапкершілігің жоқ. Осыдан балама бірдеңе болсын. Жүрші іздейікші. Іздесең өзің іздей берме, жұмысқа кетті ме? Сен тас жүрек қандай әкесің, Осыдан балама бірдеңе болсын. Мен сенімен ажырасам. Ажырасам?
Ажырасып қайда барасың? Иттей болып аяғыма ораласың әлі. Бар, есік ашық. Шыдамның да шегі бар. Енді мен сенімен тұрмайым. Жолың ашық. Көмектесіңдер! Аделина! Ей, уайымдама. Ұйықтап жатыр ол. Шамалдан соң тұрады. Сендер кімсіңдер? Көмектесіңдер! Ей, айқайлай бер. Сендер бізден басқа бұл жерде ешкім естімейді. 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион. Ей, миллион емес. Миллиард деп сөйлесе, миллиард. Біз сендерді құлдыққа өткізіп, ақшаның астына отамыз. Брат, мен түсініп тұрмын. Бала мақыл. Қыз енді бұлай болады. Жұмысқа жарамсыз ғой. Шетелге қалай өтсеңіз? Алло? Руслан. Дашев? Дайындадыңдар ма? Я, бізде 3 бала бар. Айтқан жерге барыңдар. Қазір барсақ па деп отыр. Қазір емес, 3 сағаттан кейін. 3 сағаттан кейін? Фура 3 сағатта дайын болады. Фура 3 сағаттан кейін дайын бола ма? Ержан деген жігіт күтіп алады. Жарайды. Хабарын бересіз қой. Шеф, 3 сағат деп отыр. Сыртта қараулап тұра тұрайық. Жаня, төртеу жоқ болып кетті ғой. Қайда жүр екен өздері? Мен де алаңдап кеттім. Кеткендеріне біраз болды ғой. Жоқ, мен бұлай отыра алмаймын. Мүмкін оларға бірдеңе болып қалған шығар. Барып көрмесем болмайды. Алло, Ерасыл, біздің Дәуренді көрдің ба? Барған жоқ па? Жарайды. Алло? Алинұр? Дәуренді көрдің ба? Дәурен мамасы едің? Барған жоқ па сағанда? Барса хабарын берші, жарай ма? Қайда кетті? Алло? Алло? Ақнұр? Мен ғой көрші әпкең Маржан. Дәуреннің анасы. Әпке, сізді тыңдап тұрмын. Дәурен бүгін үйден шығып кетіп еді. Сендерге барған жоқ па? Осындай кемді ата-анама білдіртпей ақ қойыңдаршы. Жоқ, көрген жоқпын. Сендерге барған жоқ па? Көрсең хабарын бер, жарай ма? Иә, жарайды, мақұл. Мақұл, жақсы. Қайда болады енді бұл? Мен бұны Дәуренге айтуым керек. Анашым, мен сізді сағындым, тамағыңызды да сағындым. Тамаққа шақырғанда қолын жуып барар едім. Кешіріңізші мені, мен сізді сағындым. Ал мен анашым шақырса айтқан не кетпей тыңдар едім. Әдетте жұмсамайтын едім. Анашым, сізді сағындым. Мына екеуін ұйықтат та багажға сал. Ақнұр, сен үйдесің ба? Иә, Дәурен қайда? Дәурен? Дәурен сенімен кеткен жоқ па? Анам маған ұрсып, сендерге жібермей қойды. Содан Дәурен жалғыз кетіп қалды. Барлығына не болған білмеймін. Бірінен кейін бір жоқ болып кетті. Маған бір жаман ой маза бермей тұр. Үйлеріне бармаса ше? Маған Дәуреннің анасы хабарласты. Баласын іздеп жүр екен. Мен білмеймін деп жауап бердім. Черный ящик ойын осы жерден тоқтатайықшы құрсын. Барлығы сол ойынның кесірі. Қайдағы ойын? Ойын ойнап жүрген жоқпыз ғой. Олар шынымен де жоғалып кетсе ше? Білмеймін, мен де соларды ойындап тұрмын. Ей?
Анан қара. Ақнұр, айттым ғой саған. Олардың қолдарындағы Дәурен емес па? Тоқта, қалай? Қалай Дәурен? Оның киімі... есіме түсті. Я, таңертең анасы хабарласып еді. Олар кетті. Ескеге бар келекші. Әдей болу мүмкін. Я, кеттік, жүрші барып келекші. Адик, көзін ашшы. Адик, аяу, не істейміз? Үлкендерге хабар береміз бе? Білмей тұрмын. Мен қазір Дәуреннің ата-анасына хабарласайын. Алло, Маржан әпке. Көшең басында ескеге келіңізші. Артындағылар қайда? Жалыр ма? Үшеу болу керек еді бізде. Я, кішкентай қыз. Жұмысқа жарамсыз деген жоқсың ба? Сен ақмақ басың істей ма? Біз таумаса өлтіреді ғой қазір. Қай тартқай? Айтпайсың ба өзіңе? Сен не? Бұрыл мына жерден. Дәурен, құдайым ауылам, қайдасың? Құланам, Дәурен. Қыздар, Аделина. Қыздар, менің ұлым Дәурен қайда? Жарты сағат бұрын Ақнұр екеуміз Дәуренді бұзақшылар алып кеткен көрдік. Түрлері де қорқынышты. Ой, қыздар, созбақтамай дұрыстап айтпайсыңдар ма? Құдайым ау, не істеймін? Біздің қармақта тағы бір балық бар сияқты ғой. Шеф қуанып қалатын болды. Ардың барлығын баляда көлікке апар. Сендер кімсіңдер? Да, шеф. Ержан дайын бол, адамдар баратыр. Айтқан жерге алып барсаң болды. Адамдар болғанда... Уайымдама, ақшаңды аласың. Олар 5 кісі. Жолда ешқандай кедергі жоқ. Ақшаңды аласың, қайтасың. Жарайды. Түсіндім. Жақсы. Уалейкум ассалам. Ержан деген сіз ба? Иә, мен. Біз Мәкеңнен келіп тұрған едік. Иә. Бізде 5 адам, біреу әйел. Әйел? Ол қалай болар екен? Олай айтқан жоқ қой маған? Шефтің бұйрығы солай. Көрсем бола ма? Көр. Алло, шеф. Алло. Мұнауың сатқын болып шықты ғой. Ержан ба? Иә. Қашып кеткен жоқ па? Жоқ, уайымдамаңыз, қасымызда. Не істеу керек екенін білесің, көзін құртыңдар. Көзін құртыңдар болғанда. Мені тыңда, айтқанымды істе, құртыңдар болды. Жарайды, құп болады. Байлап артқа сала сал. Братан. Братан. Я ұзақ ойланып кет.
Жігіттер, үлкен кісіні өткізу қиын болады. Мен ол жаққа хабарласайын қазір. Бопты, хабарлас. Кішкене түрі бір түрлі ма? Мынау күдікті адам емес пе? Шеф айтты ғой, сенің адам деп. Нормально. Білмеймін. Жүр кет, машина отырайықшы. Ана арттағы машина кімдер? Бір қылмыскер қашып кетті. Соны ұстандар. Көрдіңіз бе? Мен бас күдіктіні білемін. Мені кешіріңдерші. Алтыным. Мен саған дұрыс күйеу бола алмадым. Балама дұрыс әке бола алмадым. Мен қазір қатты өкініп отырмын. Осыдан ауруханадан аман есен шықсақ, дүниедегі ең бақытты отбасы боламыз. Мені кешіріңдерші. Мені тастап кетпеңдерші. Уәде берем. Мені тастап кетпеңдерші. Құрметті көршілерім, басымызға қандай қиын сәттер өтпесін. Көмекке жетіп келетін сіздер де көршілеріміз барында, бүткіл қиындықтар ұмытылады екен. Өзіміз қандай тату болсақ, мына қыздарымыз да, ұлдарымыз да сондай бір-бірлерімен тату болсын. Ағайынның аты озғанша, көршінің тайы озған деген остан туған болу керек. Бәрекелді, әні. Мына өздеріңізбен балапандарымыздың жанына аман есен қауышқанымызға өте қуаныштымыз. Шүкір, Аллаға шүкір. Бәрекелді, дұрыс айтасың. Ең бастысы отбасымыздың аман болғаны. Осы ұлдарымыз, қыздарымыз аман болсын. Әрдайым дастарханымыз жақсылықта жайылсын, көршілер. Сіздер де аман болыңыздар. Бәрекелді, қошеметтім. Достар, бізді жеңіске жеткізген татулық. Біздің күшіміз бірлікте екен, кешегі басымыздан өткен оқиға тағы бір дәлелдеді. Сондықтан да барлықтарыңызға амандық тілеймін. Достар, біздің черный ящик ойынымыз не болды? Ойнаймыз да ойнамаймыз ба? Ой, қойшы сол ойынды. Сол ойын ойнаймыз деп басымыз бәлеге қалған жоқ па? Сендер де достарымның барына қуаныштымын. Ең бастысы аманбыз. Ал қане достар, ынтымағымыз мәңгі болсын. Да, шеф? Руслан,
тірісің ба? Иә, сізді күтіп отырмын. Құжаттар дайындап қойдым. Қалаға шыға бер. Бара берейін ба қалаға? Иә. Мұратқа жолықсаң болды. Болды онда. Жаным адам іздей берем. Болды, сендім онда. Жақсы. Алло. Жақсы, шүкір. Русик, сенің де хабарласатын күнің бар екен ау? Қалтаңа ақша түсіп, адам менсінбей кеткенің? Не болды, не мәселе? Брат, сенің де байитын кезің келді. Қалай байитын? Брат, жұмыс бар, істейсің ба? Не жұмыс ол? Нормальный жұмыс, нормальный табасың. Қанша төлейді сонда? 2 миллиондай берем, жете ма? 2 миллион? Ей, анау, артыңнан 2 адам тартасың дейтін емес па? Жоқ, ей. Нормально, жігітше жұмыс қой. Серьезно айтып тұрсың ба? Болды, істейміз ғой. Не істеу керек, қайға бару керек? Ертең қалаға кел. Мақма? Болды. Хабарласам. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Менің есімім Амангелді Фатима. Мен Мейрам кино студиясына алғыс айтамын. Мен кастингке барғанда қорқынышпен бардым, өтіп кетем деген ойда болған жоқ. Өтіп кеткенде қатты қуандым. Киноға түсуге келгенде өзім сияқты жарқын жандарды көргенде, режиссер ағайдың көмектескенін көргенде қатты қуандым. Маған осындай жақсы адамдармен түскеніме барлығына үлкен рахмет. Түсірген ағайларға да рахмет. Біздің дұрыс сөйлей алмай қалғанымызды қанша дубльмен алып түсіргендеріңізге де үлкен рахмет. Мен Абдубакит Рабия, осы Мейрам кино студиясына шын жүректен алғысымды айтамын. Осы кастингтен өтіп, осы мүмкіндік маған берғанына көп рахмет. Ата-анама, жақын достарыма көп алғысымды айтамын. Осы Мейрам кино студиясының ұжымдары үлкен жетістіктерге жете беруіне тілектеспін. Мен Қайратқызы Аделина. Мен осы киноға 2-ші мәрте түсуім. Мен өз ата-анама алғысымды білдіремін. Өйткені мен осы киноға алғаш рет келген кезімде сол ата-анам алып келді. Мен өскенде актриса болғым келеді, осы Мейрам академиясына ары қарай дами берсін. Мен Шынжыхан Сымбат, Мейрам кино студиясының кастингінен өткеніне өте қуаныштымын. Бірінші очередте мен ата-анаммен Мейрам кино студиясын алғыс айтқым келеді. Мен бұл жерден тек қана киноға түспей, тағы көп достар өзіме таптым. Мен Қасым ағай, біздің режиссер және басқа режиссерлармен ассистент Айгерім апайға өте көп алғыс айтқым келеді. Мен Шаржаған Інжу Сәкенқызы, Мейрам кино студиясының кастингтен өткеніме қуаныштымын. Мен оны өтем деп ойламағам, бірақ өтіп кеттім. Бұл менің алғашқы кином. Мен апайлар, ағайларға көп алғыс айтамын. Және анамға да көп алғыс айтамын. Мен Әкім Мият Мақсатұлы, киноға түскеніне қуаныштымын. Мейрам кино студиясына алғысым шексіз. Және менің Тілеу Батыр дар мектебіндегі директоры Жанар апайға алғысым шексіз. Тағы өзінің Ұлжалас апайыма да үлкен алғысымды білдіремін. Дәл осы сәтті пайдалана отыра, ата-анама үлкен алғыс айтамын. Көп рахмет. Көп рахмет. Осы кино сіздерге ұнады деп ойлаймын.